Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін 5-ші сынып оқушыларына қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен бәйшешек оқулығы бойынша көптеген тапсырмаларды орындайтын боламыз. Ендеше менің каналыма лайк басып тіркеліп өтіңіздер балалар. Мына жерде тақырып бойынша ең үлкен байлық туралы әңгіме болады. Бірінші тапсырмада диаграммаға сәйкес байлықтың екі түрін толтыруымыз керек. Яғни төменде жауаптары жазылған. Бірінші материалдық байлыққа киім, жиһаз, көлік, үй жатады. Ал рухани байлыққа білім, ақыл, өнер, қабілет жатады екен балалар. Ал келесі тапсырмада балалар енді сол диаграммаларды пайдаланып байлық туралы өз ойларыңды айтыңдар дейді. Мәтінде жалқы және жалпы есімдерді пайдалану керек міндетті түрде. Мен сіздерге дайын мәтінді жазып қойдым. Осы жауабын дәптерлеріңізге көшіріп алып, дайын жауап ретінде айтсаңыздар болады. Мен әрдайым қазақ тілі әдебиеті пәніне арналған осындай жаттығулардың жауабын сіздерге жазып отыратын боламын. Орыс сыныбында оқитын балаларға өте жеңіл қазақ тілін үйренуге деген мүмкіндіктер бұл. Екінші тапсырма бойынша балалар осы кестелерді толтырып шығуымыз керек. Бұл кестелердің де жауабы төменде тұр. Яғни адами, материалдық, табиғи, рухани байлықтарды топ-топқа бөліп дайындап қойдым балалар. Ендеше менің каналым сіздерге ұнап жатса, лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар балалар. Келесі тапсырмаларда да міндетті түрде осындай дұрыс жауаптарын сіздерге көрсетіп жазып отыратын боламын. Ендеше балалар, келесі кездескенше сау болыңыздар. Каналым ұнап жатса тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.